Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен өте дәмді асқабақтан самса дайындаймыз. Және де бұл самсаның ерекшелігі тестасы алдын ала морозильникте үй жағдайында дайындалып қатырылған. Ендеше начинкасын дайындауға кірісетін боламыз. Ең алдымен ұсақтап асқабағымызды, пиязымызды турап саламыз. Және де менде алдында самсадан қалып қойған фарш бар еді, және соны қосып жібердім. Көк пияз, дәміне қарай тұз және бұрышты қосып, жақсылап начинкамызды араластырып дайындап алатын боламыз. Достар, описание бөліміне өтетін болсаңыздар, міндетті түрде осы самсаның тестасының ссылкасын мен қалдыратын боламын. Бұл арнайы мұздатқышта 3 ай көлемінде де сақталып тұратын, мерзімін өтпейтін, ұзақ мерзімде сақталатын самсаның тестасы. Және де керек кезде кез келген уақытта бөлме температурасында ертіп алып, дәл осылай кез келген самсаңызды жасасаңыздар болады. Дәл осылай мен арнайы қатырып қойған тестамды алып, ертіп, осылай жайып, қазір өзімнің ұнаған формамда түйу немесе үшбұрышты ету нұсқасында түйіп, кез келген вариантта түйіп пісіріп ала берсеңіздер болады. Өте оңай лайфхактардың бірі, әсіресе келін балдарға өте ыңғайлы. Бұл оригинал тестаның бірі, өйткені бұл кондитерлік дүкендердің сөрелерінде сатылып тұрған кез келген самсаның тестасы болып саналады. Сондықтан міндетті түрде өкінбейсіздер, жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Дәл осылай самсаларымызды өзімізге ұнайтын пішінде түйіп шығатын боламыз. Көрермендерім менің алда шығатын видеоларымды өткізіп алмасы үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетсеңіздер, және де видеоларымды тамашалап, пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер, өте қатты қуанар едім. Қазақша контенттің дамуына бірге атсалысайық. Барлығын осылай түйіп алғаннан кейін арнайы формаға орналастырып шығамыз, және де жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып, бетіне жағып шығамыз. Және де мен әсемдігі үшін ақ және қара күнжіт араласқан күнжітімізді бетіне сеуіп шығатын боламын. Осымен самсамызды ысып тұрған пеште 200-220 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің самсаларымыз дайын, өте дәмді, өте сочный, қамыры тіптен керемет, ауызда еритін болып шығады. Сіздермен бірге болған Айпана, назарларыңызға рахмет.